Мемлекеттік басқарудың тиімділігін және стратегиялық жоспарлаудың сапасын көтеру туралы президентте, парламент депутаттары да өздерінің сайлауалды бағдарламаларында біраз тың бастамалар көтерген еді. Ондағы басты міндет азаматтардың билікке деген сенімін нығайту, әрі реформаларды жүзеге асыру ісінде мемлекеттік қызметшілердің жауапкершілігін күшейтуде атқарушы билікке міндеттелген. Бұл ретте мемлекеттік қызмет істері жөніндегі агенттік тиісті заңдарға бірқатар өзгертулер енгізіп, кадр іріктеу мәселесін оңтайлы шешу тетіктерін жаңғыртқан болатын. Жаңғырған жаңалықтар қандай деген сауалға бүгін Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызмет істері агенттігінің төрағасы Дархан Жазықбаев жауап береді. Қош келдіңіз. Қош келдік. Дархан мырза, сонымен президент мемлекеттік қызметті дамыту бағытында гибридтік модельді қалыптастыруды тапсырды. Бұл бағытта агенттік тарапынан қандай шаралар атқарылып жатыр? Осыдан бастайықшы. Енді өздеріңіз білесіздер, 2022 жылдан бастап мемлекет басшысы агенттіктің алдына біраз маңызды тапсырмалар қойған болатын. Оның ең маңыздысы мемлекеттік қызметтің ашықтығы және мемлекеттік аппараттың сервистік аппарат қылып қалыптастыру. Сонымен қатар мынау мемлекеттік қызметке жеке сектордан арнайы білімі бар білікті, білімді мамандарды тарту болатын. Сол себепті біз ашықтықты қамтамасыз етуден біз мынау жаңа редакцияда 2015 жылы қабылданып, 16 жылдан бастап күшіне енген мемлекеттік қызметшілер туралы заңы болған. Бұл заңда 16 жылдан бастап бұл мансаптық өсу. Яғни өзі мынау әлемде екі модельмен жүреді. Көбінесе дамыған мемлекеттер мансаптық сатымен өсу бойынша жүреді модельмен, екінші позициялық модельмен жүреді. Енді біз осы қарап отырып өзімізге оңтайлы, яғни біздің мемлекеттік аппараттың қалыптасуына, жұмыс істелуіне арнайы білімі бар білікті мамандар тарту үшін біз осы өзіміздің гибридтік модельдерді қалыптастырдық. Яғни ол мынау жаңадан төменгі лауазымнан бастап келіп мемлекеттік қызметке орналасқан жастарымызға бұл сатылап өсу мүмкіндігін беру. Яғни ол өзінің өмірлік ұстанымын жаңағы мемлекеттік қызметке арнап сол сатылап өсетін мемлекеттік қызметшілер бұл карьерлік модельдерді ұстанып отырмыз. Екінші, бұл меритократия қағидаттарын сақтай отырып, құзыреттілігі мен қабілеттілігі бар білікті мамандарды жеке сектордан алу үшін позициялық модельдердің ұстанымдарын енгіземіз. Сонда біздің өзіміздің гибридтік моделіміз қалыптасып жатыр. Яғни біз қандай да бір шараны іске асыратын болсақ, осындай бір ауқымды түрде жаңағы өзіміздің жұмыстарымыз жүргіземіз. Сонымен қатар ашықтықты қамтамасыз ету бойынша біз қазіргі таңда 2022 жылдан бастағанбыз. 23 жылы апробациядан, пилоттық жобадан өттік. 5 мемлекеттік органмен бұл біздің e-қызмет порталының сыртқы порталды ашып, сол жерде біз мемлекеттік қызметке онлайн қабылдай бастадық. Яғни бізде қазіргі мынау үрдіс бойынша, келатқан үрдіс бойынша қабылдаған кезде бір орынға 1-7 адам болатын қатысуы. Яғни біздің жаңағы жарияланатын бос лауазым вакансияларына, бос лауазымдарға 1-7 адам қатысатын. Қазіргі таңда біз апробациядан өтіп, биылғы қаңтар айынан бастап 24 жылдан 22 мемлекеттік органды қостық. Яғни оны біз өндіріске бердік. Солының өзінде қазір біз осы бір жылдың көлеміндегі мынау талдау жасап отырсақ, бір орынға 4-6 адам қатысып жатыр екен. Яғни біздің онлайн платформамыз арқылы, порталымыз арқылы ашықтықты біз мемлекеттік қызметке жасап отырмыз. Яғни бұны мен түсіндіріп айтып кетейін көрермендерге. Яғни сіз мемлекеттік қызметте жұмыс жасаймын десеңіз, e-gov арқылы біздің жүйемізге кіресіз, ИИН арқылы тіркеліп, өзіңіздің жеке кабинетіңізді ашасыз. Жеке кабинетте біз барып құжаттар біліміңіз туралы, немесе жаңағы психдиспансер дейді, басқа денсаулыққа байланысты құжат жинау әуре болмайды. Біз денсаулық сақтау министрлігі, ішкі істер министрлігі, тағы да басқа министрліктермен біз интеграция жасалынғанбыз. Ол кісінің иіні кіргеннен кейін автоматты түрде барлық ол кісінің данныйлары жиналады. Жақсы ғой. Жиналғаннан кейін қосымша қандай да бір мәліметті өзім берем десе, ол жеке өзі толтыра алады. Қосымша мәліметтер. Сол арқылы ары қарай жаңағы бос лауазымға. Одан кейін қазіргі бұған дейін мемлекеттік қызметке кіру үшін
тест орталықтарына баратын. Яғни әр облыста, ауданда тест орталықтары болды. Біз бірақ оның бәрін жиынтытып, қазір кезде біз онлайн тестке көштік. Яғни 24 сағат 7 күн біздің қызметіміз қосылып отырады. Кез келген уақытта бұрын қазіргі таңда мысалы уақытын алдын ала белгілеу керек, бір апта бұрын жазылу керек деген сияқты мәселелер бар. Ал қазіргі таңда біздің онлайн арқылы ол кез келген уақытта жұмыстан кейін жаңағы түнгі сағат 10-да ма асықпай отырып тапсырам дейсің ба, дайындалам дейсің ба. Прокторинг жүйе, бірақ бұл жерде бір жақсы бір несі, біз енді фото, видео фиксация жүргіземіз ғой. Енді ол бізді алдамау үшін. Сол себепті бұл жерде кішкене интернеттің күші жақсы болу керек. Сондықтан да осындай жаңағы ашықтықты қамтамасыз етіп отырмыз. Біз бұны 25 жылдың аяғына дейін аяқтаймыз. Барлық мемлекеттік органдар бұл жүйеге енеді. 26 жылдың қаңтар айынан бастап барлық мемлекеттік органдарда біз тек қана онлайн ғана жүзеге асырамыз. Автоматтандырылған, адами факторсыз конкурстардың барлығы өтетін болады. Енді соңғы ғана конкурстың соңғы сұхбаты ғана мәселе, оны біз енді алдағы уақытта осы 1-2 жылдың ішінде жасанды интеллектті кіргіземіз ба деген өзіміздің жоспарымыз бар. Түсінікті. Дархан Медеғалиұлы, енді мемлекеттік қызметкерлерге қатысты қоғамда сын көп. Енді бір жағынан түсінікті ғой, халықтың бәріне бірдей жағу мүмкін емес. Десе де, осы бюрократиялық кедергілер қалай шешіліп жатыр? Енді ол кез келген бюрократияның жақсы жағы да бар. Себебі мысалға мынау кейбір біз көбінесе мынау халықаралық тәжірибелерді, сараптамаларды оқып отырған кезде, мысалға егер ол мемлекеттің мүддесі үшін, ұлттық мүдде үшін, халықтың қалау үшін жасалыну керек болса, ол жерде бюрократия керек. Ал енді ол қажетті құжатқа, қажет емес құжатты сұратып, адамдарды әуре сарсаңға салатын, немесе қандай да бір түсінбейтін құжаттармен бюрократия жасайтын болса, бұл әрине біз шектеу қоямыз. Сол себепті біз мынау 2022 жылы сәуір айында президенттің жарлығына сәйкес біз агенттік сыртқы мониторинг пен талдаулар жүргізіп, қазіргі таңда біз әр сала бойынша, әлеуметтік сала бойынша, мынау оқу саласы бойынша, қаржы саласы, экономика саласы бойынша қазіргі таңда 7-8 салаға біз талдаулар жүргізіп, 554 ұсынысты үкіметке енгіздік. Яғни ол жерде үкімет енді ары қарай қарап, шешімдер қабылдау керек. Жаңағы оның ішінде артық құжаттарға байланысты, артық жаңағы штаттық лимиттерге байланысты, сосын жаңағы артық жаңағы подведомственный организация дейміз ғой, жаңағы ұйымдар, мемлекеттік органдардың жаңағы қосымша ұйымдары, соларға қатысты біз 554 ұсынысты енгіздік. Бұған 2200 біздің сарапшылар мен мамандарымыз қатысты Қазақстан бойынша. Біз бұны үлкен жұмыстар, ауқымды жұмыстар жүргізіп жатырмыз. Әлде де жүреді, жүргізіледі. Осы бойынша біз өзіміздің жаңағы жасаған жұмыстарымызды үкіметке кіргізіп енгізіп отырмыз. Оның қазір 100-ден астамы осы біздің кодекске, заңдарға енгізіліп жатыр ұсыныстарымыз. Соның деңгейінде шешілетін болады. Енді мемлекеттік қызметтерді түгел электронды форматта көшіріп тастауға бола ма жалпы? Сол кезде шенеунік пен халық арасында қатынас болмайды, бәрі таза реттеледі ғой. Жоқ, енді қазіргі таңның өзінде бізде мемлекеттік қызмет көрсетудің өзі 93% ғой. 93% автоматтандырылды. Енді бірақ біз арасында әрине альтернативті түрде көрсетіп отырамыз құжаттармен. Себебі кей жерлерде мысалға бізде болды, ауыл шаруашылығы министрлігінің электрондық қызмет көрсетуінің ауылдағы адамдарға қол жетімсіздігі. Себебі жерде интернеттердің болмауы, жаңағы уақытында жаңағы өтініштерді бере алмауына байланысты. Сол себепті біз оларды жаңағы альтернативке көшіріп отырамыз. Ондайлар талдаулар жүргізіліп отырады. Ал енді сапасына келетін болсақ, қазіргі таңда бізде алдыңғы осы 93%-ық мемлекеттік қызмет көрсету. Бірақ біз қазіргі таңда 136 мемлекеттік қызмет көрсетуді автоматтандыру бойынша мынау мемлекеттік органдарға ұсыныстар жібердік. Яғни оны проактивті тұрғыда пайдалануға болады. Бірақ кейбір мысалға лицензиялар бар көрсететін. Оларды енді міндетті түрде құжатпен консультация жүргізіліп отырып,
көрсетілетін қызметтер бар. Ол енді міндетті түрде керек болады. Себебі ол жаңағы мемлекеттің ұлттық жаңа басқа да мүдделерге байланысты. Ал президенттік жастар резервінің қатары қазір қалай? Президент жастар кадрлық резервінде қазір 400-ден астам біздің резервшілеріміз бар. Олардың 295-і қазіргі таңда мемлекеттік органдарда, оның қосымша ұйымдарында және де жаңағы басқа да бағыттарда мемлекеттік басқару салаларында жұмыстарын атқарып жатыр. Енді бұл жерде біз былтыр 50 адамды жұмысқа резервке қабылдадық. Бұның 2 жылда бір рет біз резервке қабылдап отырамыз, толықтырып отырамыз қатарын. Бұл жерде біз жастарға деген мүмкіндік беру. Яғни басында көбісі ойлады, енді бұл бір жоғарғы лауазымдарда істеу, немесе жаңағы қандай да бір арнайы жобалармен деген сияқты. Бірақ қазіргі таңда мемлекеттік ол жастарымыз түсініп жатыр. Бірінші кезде жаңағы мемлекеттік органның жұмыстарының қандай деңгейде жұмыс жасалынатынын көріп, танысып, біліп, біз оларға жаңағы мемлекеттік басқару академиясының жанынан қосымша жаңағы жаңа формациядағы басшылар деп өзіміз жаңағы оқытып жатырмыз. Сондықтан да оларды біз жетілдіріп отырамыз. Себебі кадрды өзіміз тәрбиелеп, кадрлармен өзіміз өсіріп, олармен жұмыс жасамасақ, қазіргі заман талабына сай адами ресурстармен жұмыс жасау бір үлкен құрал. Сондықтан да біз қазір әлемдегі адами ресурстармен жұмыс жасайтын құралдардың барлығын біз іске қосуымыз керек. Сол себепті біз қазіргі таңда мынау академияның ішінен HR институт аштық. Ол жаңағы бүкіл мынау талант менеджмент, ассессмент центр дейді, бағалау орталықтары, таланттарды іздеу, олардың жаңағы несін барлығын әлемдік деңгейде зерттеп, сол керек құралдарды біз қазір пайдаланып жатырмыз. Мынау мемлекет қызметкерлерді бір аймақтан екінші аймаққа ауыстыруда қиындықтар бар дейді. Ол қандай қиындық және оны қалай шешіп жатсыздар? Бұл енді ротация ғой. Яғни біз мемлекеттік қызметшілердің негізгі осы ротацияны міндеттеуіміз қажет. Менің өзімнің жеке пікірім, қазіргі таңда енді мынау территориалдық департаменттің басшылары, министрлікке қарайтын, жаңағы біз енді өзіміз категориямен айтқанда ДО1 деп айтамыз ғой, енді жаңағы басқарма басшылары, немесе жаңағы департаменттің директорлары, бұларды қазіргі кезде міндетті түрде ротациялар бар. Бұған біз өзіміз жаңағы ротациялық былтыр республикалық бюджеттің шешімімен заңға енгізіп, біз қазіргі таңда ротациялық төлемдер жасаймыз. Яғни ол орталықтан аймаққа баратын болса, аймақтан орталыққа келетін болса, біз оған қандай да бір өзінің жаңағы мынау нарықтыққа байланысты қосымша жаңағы квартирасы дейді ғой, жаңағы пәтер ақыларын жаңағы төлеуге мүмкіндіктер беріп отырмыз. Бұл енді бұның ротацияны үлкейтуіміз керек аумағын. Қазір біз енді мынау алдағы уақытта мемлекетті қызметтің жаңа модернизациясын жасау бойынша концепциямен жұмыс жасап отырмыз. Осыған байланысты біз осы ротацияны кеңейтуіміз керек. Яғни ол бір аймаққа ғана істемеу керек. Ол мемлекеттік қызметші деген ол тұтас Қазақстан еліне қызмет жасап жатқан азамат. Сондықтан да ол осы аймақтың азаматы осы жерде жұмыс істеу емес. Егер ол білікті, білімді, сол аймақты, сол саланы көркейтіп өсірсе, келесі аймаққа оны ротациялық тұрғыда жіберу керек. Яғни аймақтан аймаққа, немесе жаңа орталықтан аймаққа осындай ротациялық жұмыстарды біз қазір қолға алуымыз керек. Дархан мырза, осы ретте сұрайыншы, былтыр қабылданған заңда, қателеспесем, келісімшартты қызметшілер деген ұғым енгізілді. Осыны түсіндіріңізші, қандай қызметшілер сонда? Бұл енді келісімшартпен қызметшілер деген, бұл жаңағы мен айтқан арнайы білімі бар, бір қандай да бір жобамен жұмыс жасау қажет болса, соған арнайы білімі бар адамды 1 жылға дейін келісімшартпен жұмысқа алуға болады. Ол енді бізде қазір осы уақытқа дейін енгізілгеннен бастап, былтыр енді енгізілді ғой заңға. Содан бері міне 1 жылдың ішінде 17 адам ғана істеп жатыр. Барлығында жоғарғы білімде, Түркістан облысында. Себебі ол анау мысалға бір құрылыс жасайтын болса, сол құрылыстың жаңағы бір арнайы бір маман керек болатын болса, сол жобаға, сол кезде жаңа 1 жылға дейін арнайы маманмен шақырып, олмен келісімшартқа отырып, ол мемлекеттік қызметші болып есептелінбейді. Ол келісімшартпен жұмыс істейтін қызметші деп біздің жаңағы мемлекеттік органға, былайша алғанда арнайы білімі бар, білікті маман мемлекеттік органға келіп көмектеседі ғой. Түсінікті. Әдемі. Енді соңғы сауал, мемлекеттік қызметке іріктеу және қабылдау процесін толық цифрландыру айтылды.
Бұл үшін іріктеудің жаңа жүйесі де іске қосылды. Иә. Осы іріктеу тәртібі қандай? Бүгінгі қандай нәтижелер бар? Қазіргі таңда біз енді бұның нәтижесі мен айтып отырмын ғой, бұның жаңағы тіркеліп, өзіне қолайлы уақытты таңдай алады тест тапсыруда. Одан кейін бос лауазымдардың барлығын көре алады. Ол тек қана бір ғана бос лауазымды көрмейді. Барлық мемлекеттерде тұрған бос лауазымдарды көріп, соның ішінен өзінің біліміне, өзінің жаңағы кәсіби біліктілігіне келетін мамандықты таңдайды. Ол да көрініп тұрады. Одан кейін оның бір жақсы жері, ол адам тіркелгеннен кейін оны системада ешкім көрмейді. Себебі оған IP код беріледі. Яғни мысалға мына лауазымға қатысатын адам болатын болса, сол лауазымға қатысушы жаңағы 3-ші адам, 4-ші адам, 5-ші адам деген жаңағы өзінің бір цифрлары береді. Кейде бір 87 деп беріліп жатады енді ол әрқалай. Ол адамды анау конкурстың аяқталғанға дейін ешкім білмейді кімнің қатысып жатқанын. Бұл адами фактордың барлығын күшін жою. Сондықтан да ол жерде қатысып отқан адамның қандай тапсырып отқанын оны тек қана жаңағы ішкі робот дейміз ғой енді. Сол ғана білет, басқа адам оған кіре алмайды. Осындай өзінің ерекшеліктері бар. Одан кейін бір жақсысы, қазіргі таңда адамдардың мысалға бір орталық мемлекеттік, енді бұлай салған кезде жалпақ тілмен айтқанда әкімдік пен министрліктің табалдырығын барып тоздырмайды да, мені жұмысқа алшы деп. Бұл жаңағы кез келген мына ауданда отырып, ана ауданға тапсыра береді. Немесе мына ауданда отырып, орталыққа тапсыра береді. Немесе облыстың орталығында отырып, орталыққа келіп жаңа тапсыра береді. Сол сияқты бұл барлығына мүмкіндік берілген мүмкіндік қой. Бәрі көріп отырады. Енді бұның бір ерек тағы да жақсы бізге беріп жатқан нәтижесі, қазіргі таңда мысалға болып жатқан үрдістерге келетін болсақ, ол жерде 1-7 адам, бір орынға 1 адам, 2 адам ғана келіп қатысады. Ал мына жерде қазір бір орынға 5 адамға дейін, 6 адамға дейін, орта есептегенде жаңа 4-тен аса адам қатысып жатыр. Бұл яғни адамдардың мемлекеттік қызметке кіруінің ашықтығын. Біз осы нәтиже беріп жатыр да. Біз осы адам қазір кезде мысалы жастар көбінесе барып жүргеннен көрі смартфонда отырып тіркеліп тапсыра береді. Бұл енді біз мобильдік жаңағы құрылымында жасап қойғанбыз. Сондықтан да жаңағы бұлай салған кезде ашықтықты қамтамасыз ету нәтижесін беріп жатыр қазіргі таңда. Жақсы, Дархан Медеғалиұлы, жаңашылдықтарыңыз көп екен. Мынау студияға келіп салмақты сұхбат бергеніңізге рахмет айтамыз. Кәсіби мерекелеріңіз құтты болсын. Рахмет.